Алматы геймпланның тақырыбын жалғастырайық. Бүгінгі тақырып ол бұрынғы София, қазіргі Тілендиев көшесі. Толық қай жерден баратынын көрсетемін. Міне қараңдар, мынау Рысқұлов, мынау Тілендиев. Ана жолы басқа видеоларға айтып едім, бұл көше былай тік өтеді. Бұны дәлел ретінде міне ПДП-ны көрсетейін. ПДП-ның өзін көрсетейін. Қазір керек кезде таппай қаламыз. Міне Рысқұлов, міне Немирович Данченко, Петрова ғой енді. Мына Рысқұлов, міне тік кетіп баратыр. Тік болғанда кішкене ғана бұрылады. Және жалпы тік қой енді. Мынаумен салыстырғанда. Қазіргісімен салыстырғанда. Қазір бұлай кетіп қалған ғой. Бұлай кетіп қалды, сосын келіп қайтадан оралады. Ал геймплан бойынша ол тік болады. Жарайды, жалғастырдық, кеттік. Бұл Тілендиев көшесі кетеді, жүреді. Енді қазіргі Тілендиев енді мынау енді өзгермейді десе болады, сосын мына жақта екіге бөлінеді. Жарайды, олды қазірде сол, болашағы да сол, мына екіге бөлінеді, әдемі екіге бөлінген. Сөйтіп кете береді. Не ЖК-лар түсе ма сонда? Сонда екі көшенің жан-жағында ЖК-лар түсе ма? Мына Тілендиев көшесі деп тұр. Дұрыс па? Жоқ, мынау уже Тілендиев емес. Мынау уже Ұлжан микрорайон, бұл уже Тілендиев емес. Жалпы деймін де, мынау вдоль бака осы жерде. Енді геймплан бойынша ЖК түсіп тұр. Енді ЖК мүмкін қаланың андай мемлекеттік объекттер шығар. Ары қарай кеттік, міне кетті. Мынау Дархан кетті. Ары қарай жылжыды. Міне осымен қазір тоқтаған. Міне қазір көрсетейін қазіргі жағдайды. Мынау кетіп баратыр, түзу қойып қойын. Жаңа айтқандай мемлекеттік объект екен, шынымен. Бәрі мемлекеттік объект, кетіп баратыр. Сосын мында вдоль бака көшесі, бірақ ары қарай кетіп баратыр. Осымен мынау Дархан көшесі, Дархан микрорайон. Әдемі, осындай микрорайон. Енді бұл көше ары қарай жалғасады. Мұнына көше ары қарай жалғасады. Кішкене жүреді, міне, былай көрсетейін бе үлкенін. Былай кішкене жүреді. Қазір ештеңе жоқ, бірақ бұл негізінде жалғасады, былай қарай бұрылады. Мұнда жол пайда болады. Қазір жол жоқ, бірақ жол пайда болады, жол болады. Бұны дәлел, сосын жол болады, сосын мынаған қосылады. Мына қай көше, мынау қазір көрсетейін. Сосын аэродромный көшесі деп тұр. Бұны көрсетейін, геймплан бойынша көрсетейін, қараңыздар. Мына Дархан, мынау жалғасты да оңға кетіп қалды. Оңға кетті де, жаңа жол пайда болды. Сосын мына жолмен жүретті. Мынау аэродромный көшесі ғой. Осымен жалпы ПДП бітті, жаңа ПДП бітті, бірақ мен сіздерге жалғастырып айта берейін. Қараңыздар, мынау жол жүрді. И осымен жаңа поворотпен тоқтады, жаңа геймплан бойынша. Бірақ мен жалғастырайын. Қараңыздар, бұл ары қарай барады, мына кольцоға келеді. Мына кольцоны 12 декабрь деген бар еді ғой. Мынау бұрындай солға қарай кетіп қалатын. Сол кольцо ғой, мынау Көкжиек микрорайон. Мына сол кольцо. Енді ең қызық басталды. Қараңыздар, бұл көше бұрыннан бар, білесіздер, бұл көше бұрыннан бар. Бұл кете береді 12 декабрьге қарай. Бірақ ең қызығы мына жол салынып жатыр. Мына жол көрдіңіз бе? Салынып жатыр. Бұл жол қайда барады? Бұл жол салына береді, кете береді. Бұл әдемі үлкен кең байтақ жол уже салынып жатыр. Қазір мына жерден тоқтады. Өйткені су бар, болото бар, соны қатырып жатқан шығар. Мүмкін мост салатын шығар, білмеймін енді. Бұл жол кете береді. Және жаңа жол болып салынады да, міне кете береді, бакатқа қосылады ғой. Қазір мынау развязка бар, бұл Жапек Батыр деген бұрылатын көшеге. Мынау ауыл айтпақшы Жапек Батыр ауылы. Сонда Жапек Батырмен былай кіріп кетуге болады қазір, бірақ болашақта мына үлкен көшемен кетіп қаласыздар. Сонымен айтайын дегенім, Тілендиев көшесі мынау бакатқа дейін қосылады. Ең қызығын көрсетейін ба, тағы да бір момент. Мен видео түсіргенше телефоным қызып кетті. Жаңағы Көкжиекті қараңыздар, Көкжиекті көрдіңіздер ма? Көкжиек микрорайон кім тұрады? Жазып кетіңіздер. Көкжиектен төмен қарай, тағы бір бакат жол салынып жатыр. Қызық, мына бакат жол салынып жатыр.
бакатқа дейін жол салынып жатыр. Ke бакатқа келіп қосылады. Мына кольцо бар еще. Келіп бакатқа қосылады. Міне. Бірақ бұнда развязка болмайды, бұл ары қарай өтіп кетеді. Болды. Лайк басыңдар, комментарий жазыңдар, бөлісіңдер.